Кеш жарық баршаңызға. Кішкене күте тұрайық. Біздің бүгін болатын сабағымыз отсрочка деп аталады, кредитный каникул дейді. Қазір мен кішкене адам жиналған күтейін, себебі көптеген адамдар қатысамыз деп жазған болатын бұл сабақтың астына. Қазір сіздер маған обратный связь беріңіздерші. Даусым естіліп тұр ма сіздерге анық? Бәрі анық көрінеді ма? Екі көз болып күтіп отырып едім дейді. Достар, сұрақ жауапқа мен уақыт қалдырамын. Қазір ең алдымен мен сабақты түсіндірейін сіздерге. Сіздерде сұрақтарыңызды оқыдым, соңғы постқа жазған сұрақтарыңызды оқыдым, осыған дейінгі постқа жазған сұрақтарыңызды оқыдым. Және қазір мен сіздерге ең алдымен сабақты түсіндірейін. Сіздерге дайындаған сабағым бар, ойламаңыздар, тегін сабақ дегенге кіріп тек қана сөйлеп кетеді деп. Көбісі ойлайды ғой, мына онлайн курс өткізетіндерді. Курстың курс өткізудің несі қиын, просто келіп сөйлеп кетеді ғой деп. Негізі олай емес, тегін сабақтың өзіне шыны керек, 2 күнде дайындалатын кездеріміз болады. Сонымен мен отсрочка сабағын. Указ президента. Жүз 25 адам қосылды, сабағымызды бастай берейік, енді ары қарай қосылар. Тағы да даусым естіліп тұр ең бастысы, сіздерге. Қолдарыңызда ручка қағаз бар болады деп үміттенемін, себебі енді скриншотқа салатындай ол ақпарат өте көп, сондықтан бұл картинка түрінде шықпайды, бірақ мен қазір айтатындарымды, пожалуйста, дәптер қағазға бір түртіп алыңыздар, не обязательно дәптер, хотя бы бір ақпаратқа болса да, егер мәлімет керек болса. Сонымен ең алдымен біз осылай. Мен комментарийді өшірейін, сіздерге анық көріну үшін. Кішкенеден соң, сабақ аяқталған соң, мен бірінші түсіндіремін сіздерге, ары қарай сұрақтарыңызға жауап берем. Выключить комментарий. Отсрочка алу үшін не істеу керек? Ең бірінші міндетті түрде бәріміздің жасайтынымыз заңға сай өтініш жазу. Кейбіреулерде мынадай түсінік қалыптасып жатыр. Енді соңғы кезде банктердің өздерінің берген мәліметтері бойынша банкке келудің қажеті жоқ, және өтініш жазудың қажеті жоқ деп жатыр. Достар, сол мәселеге қатты назар аударыңыздар. Егер сіз отсрочкаға өтініш жазбайтын болсаңыз, сізге ешкім отсрочка бермейді. Неліктен? Себебі жоғарыдан, яғни президент, парламент, құзырлы мекемелер тарапынан барлық Қазақстан азаматтарына, немесе Алматы мен Нұр-Сұлтанның тұрғындарына міндетті түрде отсрочка берілсін деген заң шыққан жоқ. Егер сондай заң бар болса, онда мүмкін өтініш сіздерге беруші еді, на основании такого закона деп. Ал егер ешқандай заң жоқ, кейбіреулер шатастырып жатыр, президенттің берген тапсырмасын заңмен, бірақ тапсырма бөлек, заң бөлек. Егер президент барлығына отсрочка беру керек деп айтатын шығаратын болса, онда просто указ шығара салушы еді. Яғни президенттер заң шығара алады, заң емес, именно указ. Указ, который имеет силу закона деп аталады. Яғни заңдық күші бар жарлық шығара алады. Естеріңізде болса, 2019 жылдың маусым айында президент сондай указ шығарған болатын, мұқтаж адамдардың 300 000 теңге кредитін кешірсін деген указ шығарды. Егер дәл осы жағдайда президент барлықтарымызға отсрочка беру керек деп солай деп тапса, онда ол кешегідей ұсыныс қана жасамай, тапсырма ғана бермей, ол заң шығарушы еді, указ шығарушы еді. Бірақ ол указ шығарған жоқ, ол тек қана біз банктердің барлығына адамдарға отсрочка беруді ұсынамыз деді. Ол тіпті тапсырма деп те айтуға келмейді. Енді
әрбір банк қарастырып жатырмыз деп ақпарат беріп жатыр, бірақ именно орындауың керек. Міндетті түрде сен осы төтенше жағдайға байланысты барлық адамдарға отсрочка беруің керек, немесе Алматы мен Астананың тұрғындарына отсрочка беруің керек деген заңды шығарған жоқ. Себебі бұндай заң болмаса, демек банкты ешкім мәжбүрлей алмайды деген сөз. Егер заң болмады ма, демек не істеу керек? Міндетті түрде сіз өтініш жазуыңыз керек. Өтініш жазбайтын болсаңыз отсрочкаға, онда ешқандай отсрочка сізге болмайды. Екінші, банктер айтып жатыр қазір, пеня қосылмайды. 90 күннен кейін пеня қосылмайды. 90 күнге дейін пеня қосылмайды. Жалпы апрельдің, мысалы, 16 наурыздан кейінгі, кешіріңіздер, 18 наурыздан кейінгі төлемдерді кешіктірсеңіздер, оған ешқандай өсімпұл және айыппұл, яғни пеня мен штраф қосылмайды деді. Бұл жағдайға сіздер өтініш жазбауыңызға болады. Яғни пеняны, штрафты қоспауды сұрап өтініш жазбауыңызға болады. Ол автоматты түрде болуы мүмкін. Себебі начислять вам пеню, яғни сізге пеняны қоспау, ол банктың құқығы, қаламаса қоспауы да мүмкін. Сіз өтініш жазбасаңыз да болатын нәрсе. Ал егер сіз отсрочка алғыңыз келсе, сіз міндетті түрде өтініш жазуыңыз керек. Осыған назар аударыңыздар. Енді өтініштің үлгісі қазақ тілінде және орыс тілінде сіздерге телеграм каналда беріледі. Телеграм каналға салып, мен қазір енді мына жерде сізге экранда көрсете алмаймын ол өтінішті. Хотя мүмкін екінші бөлігінде көрсетемін, екінші рет қайта қосылып. Қазір мен сіздерге ары қарай түсіндірейін. Кейбіреулерде мынадай сұрақ туындап жатыр. Отсрочка дегеніміз негізінде көптеген банктер осы төтенше жағдайға деген қандай отсрочка берді бізде? 2 айдың, 3 айдың төлемін сізге уақытша тоқтатып қояды да, ары қарай уже 4-ші айда сіз мына тоқтатқан 2-3 айдың төлемдерін қосып төлеуіңіз керек болады. Мысал ретінде, сіз 1 апрельде 50 мың теңге төлеуіңіз керек, 1 майда 50 мың, 1 июньде 50 мың. Егер сізге 3 айға отсрочка берсе, онда демек сіз августтың 1-інде мына 3 айдың төлемін қосып, общий 200 мың теңге қайтаруыңыз керек болатын. Әдетте, бүгінге дейін банктердің барлығы осындай отсрочка ғана беретін. Бірақ дәл қазір біздің сізге дайындаған, отсрочкаға дайындаған, енді менің өзім дайындаған өтініш басқаша. Ол жерде сіздер ерте мына төтенше жағдай аяқталып, барлық қарызды, осы 3 айдың, 2 айдың қарызын бірге қосып төлей алмайсыздар. Сондықтан біз бұл жерде мен өтінішке қосып қойдым, графикті ұзартуды сұраймын деп. Себебі қазір сіз отсрочка алып қуанып жүруіңіз мүмкін, хотя бы 2-3 айға мені тоқтатып қой деп. Бірақ 4-ші айда сізден банк бәрін талап етуі мүмкін. Сондықтан біз берілетін өтініштен назар аударсаңыздар, өтініштің ең соңында жазылады: прошу пролонгировать договор деп. Пролонгация дегеніміз ол ұзарту, графикті ұзарту. Яғни сізге 3 айға отсрочка берді ма, графигіңіз өзгеріліп, ары қарай 3 айға тағы да ұзартылады деген сөз. Сонда сіз ертең август айында отсрочка біткен соң 4 айдың төлемін барлығын қосып төлеуге мәжбүр болмайсыз. Біз дайындаған өтініштің ерекшелігі осындай. Себебі мен көріп жатырмын, өзге де заңгерлерінде дайындаған өтініштері бар, банктердің кейбірінің сайттарында өздерінің берген өтініштері бар. Алайда ол жерде именно пролонгация туралы көрсетілмеген. Егер пролонгация, яғни графикті ұзарту көрсетілмесе, ертең отсрочка аяқталған кезде банк сізден сол бірнеше апрель, май, июньнің төлемдерін бірге талап етуі мүмкін. Ол кезде сізге ауыр болады 4 айдың төлемін қосып төлеу. Сондықтан мен өтінішті осы сіздерге барынша ыңғайлетіп, пролонгацияға, яғни 3 айға создыруын именно өтінішке жазып қойдық. Өтініштің үлгісі сіздерге телеграм каналда беріледі. Телеграм каналға жазылмағандар, телеграм деген приложениені скачайте. Кәдімгі айфоннан немесе кәдімгі өздеріңіз білесіздер ғой қалай скачать етуді. Солай мына жоғарысына Заңгер Академияде поисковикке іздеу деген жолаққа жазсаңыздар, менің суретіме телеграм каналым шығады, сол жерге Word түрінде салынады деп үміттенемін, сол жерге салып қоятын боламыз. Өтініштің қазақ тіліндегі және орыс тіліндегі үлгілерін. Өтінішті толтыру оңай, ол жөнінде мен сіздерге кейін түсіндіремін. Ал қазір қай банкте қандай отсрочка алу үшін қандай құжаттар керек дегенге тоқталайын. Жалпы кез келген отсрочкаға берілетін өтініштердің барлығын қазір электронды түрде қабылдап жатыр. Тек қана Home банкте болды, электронды қабылдаймыз және бөлімшеде қабылдаймыз деген. Бірақ мен сіздерге қазір үйден шығуды, ол үшін бөлімшеге баруды кеңес бермеймін. Көптеген банктер осыны электронды қабылдап жатыр. Сайт арқылы қай банкке қандай электронды поштаға өтініш жазу керектігін мен сіздерге телеграм каналға
информация саламын, яғни өзіме белгілі банктердің жұмыс істеп тұрған кәдімгі рабочий электронный почта дейді ғой, ар жағында бір специалист отырып оқып отырған электронный поштаның адрестерін жіберемін, сол адрестерге жіберетін боласыздар. Енді бірінші шарт, қазіргі отсрочка туралы береміз деп жатырған банктер бұл Сбербанк, Каспий банк, Форте, Евразийский банк, Хомбанк. Жалпы мына президент кеше тапсырма бергеннен кейін почти барлық банктер өздері айтып жатыр, біз шара қолданамыз, біз отсрочка береміз деп. Бірақ қандай шартпен беретіндерін ешкім көрсетіп жатқан жоқ. Және барлығына бірдей береміз деген жоқ. Сонымен отсрочка алу үшін сіз не істеуіңіз керек? Ең басты қойылатын талап просрочка болмауы. Көбінесе мына 16 март бізде төтенше жағдай енгізілгенімен, негізінде төтенше жағдай Алматы мен Астанада 18 март тоқтап қалды, білесіздер, 18 март. Уже қалаға кіргізбей қойды. Көбінесе осы 18 марттан кейін сізде просрочка болмау керек. Түсінем, кейбіреуде мүмкін төлемдері 20-сы немесе 21 болып жатыр, бірақ сіз қалаға кіре алмайсыз. Егер сіздің ай сайынғы төлеміңіз 21 март болса, әлгінде айтқандай 18 марттан кейін төтенше жағдай енгізілгеннен кейін болып тұрғы просрочка. Демек сізге отсрочка беруі мүмкін деген сөз. Главное, 18 мартта сізде просрочка болмау керек. Осы жайтта мен бірден тоқтала кетейін. Каспий банктың условияларына. Каспий банктың условиясы бойынша 2 апрельге ешқандай просрочка болмау керек деп жатыр. 2 апрельге. Алайда қазір олар қайта қарастырып жатыр, себебі карантин бізде 18 марттан бастап енгізілгендіктен, негізі ресми түрде 16 мартта енгізілді, олар да қазір қайта қарастырып жатыр. Бірінші ең басты жайт, бұл сізде просрочка болмау керек. Сіздерде мынадай сұрақ туындауы мүмкін. Егер біз уже коллекторға өтіп кеткендер, менде сұрақтарыңызды оқыдым соңғы постта. Менің қарызым коллекторға өтіп кетті. Қазір мен жаңа график бойынша төлеп жатырмын, және осы маған отсрочка береді ма деген сұрақ. Егер сіз жаңа графикті қолға алған болсаңыз, яғни графигіңіз қолыңызда бар болса, демек ол действующий кредит болып есептеледі сізде. Бұрынғы просроченный кредит емес, действующий кредит болып есептеледі. Және сол жаңа қолыңызға алған жаңа график бойынша сізде просрочка жоқ болса, онда демек сізге наиболее вероятно отсрочка беруі мүмкін деген сөз. Себебі сіз қолыңызда жаңа графикпен төлеп жатсыз. Ал сізде осыған дейінгі просроченный қарыз болып, жаңа график жасалмаған болса, онда скорее всего сізге бермеуі мүмкін. Екінші, мынадай жайт бар, оған соңында тоқталармын, жарайды, ипотекаға келген кезде, Сбербанктың шарттары бойынша сіздің кредитіңіз 2020 жылдың 1 октябріне дейін болса, онда отсрочка бермеуі мүмкін. Именно 1 октябріне дейін. Ал егер сіздің графигіңіз 1 октябрден ары қарай мүмкін, декабрде мүмкін, ноябрде мүмкін 2021 жылы аяқталатын болса, онда Сбербанк отсрочка беретін болды. Ал егер де сіздің график бойынша кредитіңіз көп болса, бір 6 ай қалып 1 октябрде аяқталатын болса, онда сіздерге бермейді. Сонымен қатар Сбербанктың тағы бір условиясы бар. Қазір мен подробно Сбербанкке тоқталамын, және бірнеше банкке тоқталамын. Негізгі шарттары бірде, бірақ кішкене тоқтала кетейін бәрібір, әркімнің әр жерде кредиті бар ғой. Сонымен Сбербанктың шарты бойынша 18 мартқа сізде просрочка болмау керек. Одан кейін болса бола берсін, бірақ 18 март күнге просрочка болмау керек. Гаранттар болмау керек. Грант депін ғой, жаңа гарант. Гарант дегеніміз, сіз кредит алып, өзіңіз тағы да договорда екінші адам көрсетілген болса, гарант ретінде, кепіл ретінде. Гарант болса, онда сізге бермеуі мүмкін. Кредиттің аяқталуы 1 октябрден кейін болу керек. 1 октябрде бітетін, 2020 жылдың 1 октябрінде бітетін кредиттерге отсрочка берілмейді, деді Сбербанк. Сонымен қатар, Сбербанктың талабы бойынша сіз табысыңыздың төмендегенін растайтын құжатты тіркеуіңіз керек. Осы жерде көп адамда сұрақ туындап жатыр. Қалай растаймыз деп. Заңгерлердің өздері біз ақылдасып жатырмыз ғой, қалай растайды сонда деп. Бірінші, бар болса сіздерде приказ об отправке, без содержания, об отпуске без содержания деген бар, Көпшілігіңіз сондай без содержаниеге кеттіңіздер ғой. Мүмкін ол да жақсылық болар енді. Демек, сіздер отдел кадртан сол без содержания деген приказдың көшірмесін аласыздар. Біз берген өтініштің артына тіркеп, соны жібересіздер деген сөз. Сіз без содержаниеге жұмыс бойынша ақысыз демалысқа кетті деген бұйрық, бұл сіздің табыссыз қалғаныңызды, табысыңыздың төмендегенін растайтын құжат болып табылады. Егер
Сізде ондай құжат жоқ болса, жұмыстан шығарып жіберген болса, онда жұмыстан шығару туралы бұйрықты тіркейсіз. Жұмыс берушінің сондай бұйрығы бар. Бұл бұйрықтарды сіздерге жұмыс беруші беруге міндетті, көшірмесін беруге міндетті. Кешіріңіздер. Бұл екі құжат сіздің жағдайыңыздың, табысыңыздың төмендегенін білдіреді. Бұл екеуін де тіркеу міндетті емес, екеуінің біреуін. Енді үшінші, егер бұл құжаттар жоқ болса, үшінші мынадай құжат бар. Справка о заработной плате. Соңғы 6 айыңыз туралы справка аласыз. Мысалға, егер сіз осы март айында сіздің жағдайыңыз әлдеқайда төмендеген болса, онда демек сіздің табысыңыз да аз болды деген сөз. Ол справкада көрсетіледі. Бухгалтериядан справка сұрайсыз соңғы 6 айға. Және мына осы март айындағы табысыңыз төмен екендігі көрсетілсе, онда демек сізге отсрочка берілуі мүмкін деген сөз. Наиболее вероятно, яғни бұл шансыңыз бар деген сөз. Ары қарай кейбіреулеріңізді дистанционный жұмысқа жіберді. Егер дистанционный жұмысқа жіберіліп сіздің жалақыңыз азайған болса, онда сол жөнінде приказды тіркеуіңізге де болады. Сонымен қатар кейбіреулерді қазір 8 сағат жұмыс істейді ғой, соларды жұмыс берушілер 4 сағаттық жұмысқа ауыстырды. Кейбіреулер тәулікпен жұмыс істесе, соларды тек қана 12 сағаттық жұмысқа ауыстырды. Яғни жарты күндік жұмысқа ауысты деген сөз. Демек, жарты күндік жұмысқа ауысқан болсаңыз, сіздің табысыңыз да азайды деген сөз. Сол приказды тіркейсіз. Немесе тағы да 6-шы құжат бар, сіздің табысыңыздың азайғанын растайтын. Осы төтенше жағдайға болады. Бұл больничный лист. Лист о нетрудоспособности деп аталады. Яғни жұмысқа жарамсыздық құжаты. Мүмкін сіз, Құдай сақтасын, карантинге бола тексеруде болған болуыңыз мүмкін, иә? Қазір барлығын отбасы мүшесін тексеріп жатыр ғой. Егер Құдай сақтасын сізде карантинге жатқызып 14 күн тексерген болса, онда сізге больничный лист беріледі. Сол больничный листті банкке тапсырасыз, сізге отсрочка береді. Немесе қазір мынадай жағдай болып жатыр, балалардың барлығы үйде, балаға қарайтын адам болу керек. Егер сізде толық отбасы болса, күйеуіңіз жұмыста болса, сізге мүмкін отпуск без содержания берген болар. Немесе сізді именно жұмыстан босатып үйге отыруыңыз үшін қандайда бір рұқсат қағаз берген болар. Онда сол қағазды тіркейсіз. Көбінесе мынадай неполная семьяларда болып жатыр, тек қана баласын жалғыз не әкесі не анасы бағып отырған болса, олардың көбісін мына жұмыс берушілер оларды отпускке жіберіп жатыр. Егер осында құжаттарыңыз бар болса, мен қазір сіздерге 6 құжатты айттым. Осы құжаттардан қайсы қолыңызда бар, немесе қолыңызда жоқ болса, жұмыс берушіден сұраңыздар. Осы құжаттардың бірін тіркейтін болсаңыз, сізге отсрочка береді деген сөз. Бұл Сбербанктың условиялары. Бірден айта кетейін, баспана хит 7-20-25, сонымен қатар Байтерек девелопменттің нелер бар, ипотека бойынша договорлар бар, иә? Егер араларында 7-20-25 пен немесе баспана хитпен ипотека алғандар болса, сіздерде пока отсрочка болады деген ешқандай хабар жоқ. Неліктен? Сіздер бұл программалар қандай программа? Бұл мемлекеттік программа. Ол жерде субсидиарная ответственность деген бар. Гражданский кодекс бойынша субсидиарная ответственность дегеніміз бұл екі тараптың жауапкершілігі. Мысалы, сіз 7-20-25 бағдарламасы бойынша үй алғаныңызда сізге небәрі 7%-бен берді. Небәрі деп қоям, как будто бір өте аз пайызбен бергендей. Но ладно, ипотеканы сізге 7%-бен берді. Неліктен 7%-бен берді? Себебі оның жартысын, қалған бөлігін государство төлейді. Яғни бұл жерде сіздің жауапкершілігіңіз бар, государствоның жауапкершілігі бар. Екеуі субсидиарная ответственность болады. Сондықтан қазір егер мына төтенше жағдай кезінде пока мемлекет тарапынан ешкім баспана хит бойынша 7-20-25 бойынша субсидиарная ответственность алып отырған мемлекет бізге отсрочка беріңіз деп өтініш жазған жоқ. Яғни бұл жерде банк бар. Назар аударыңыздаршы, мына 7-20-25 банк бар, сіз барсыз, және мемлекет бар. Субсидиарная ответственность екеуіңізден болып тұр. Отсрочка қандай жағдайда беріледі? Отсрочка дегеніміздің өзі бұл сізбен жасалған договордың шартын өзгерту. Бұл жерде дополнительное соглашение жасайтын боласыздар сіздер әлі. Отсрочка алу үшін банкпен. Егер мына мемлекет отсрочка алуға ешқандай өтініш жазбаса, сіздің ғана өтініш жазғаныңыз 7-20-25 баспана хит программасы бойынша. Бұл жеткіліксіз. Себебі договорды үшеуіңіз жасадыңыздар ма? Демек, мемлекет тоже бұған қосылуы керек. Сондықтан қазір пока 7-20-25 баспана хит программалары бойынша мемлекет тарапынан ешқандай отсрочка беріңіз деген өтініш жазылған жоқ. Ондай ешқандай просьба жіберілген жоқ. Сондықтан бұл программалар бойынша пока отсрочка болмайды деген хабар бар.
егер алғыларыңыз келсе өтініш жазуға болады, пока мемлекет тарапынан ешқандай бұл жерде сіздерге жақтасып өтініш жазып жатқан мемлекет жоқ. Ал онсыз болмайды, бұл программалар бойынша отсрочка болмайды, егер мемлекеттің өзі араласпаса. Ары қарай Каспий банктың условияларын тоже жаңа айтып өттім. Каспий банктың басты условиясы қазіргі қойып отырған 2 апрельге просрочка болмау керек деп отыр. Дегенмен де біз шыны керек заңгерлермен бірге өтініш жаздық. Сіздің бұл негізден бұл отсрочкадан қандай пайда бар дегендей. Себебі шынымен де бізде төтенше жағдай 18 март енгізілді. Мүмкін әрине Каспий кредит арқылы бірден төлем жасай беруге болады, бірақ адамдар төлем жасай алатын болса отсрочка сұрап қайтеді. Бұл жерде именно адамның сол терминалға барып, банкке барып ақша төлей алмағанда емес, Каспий кредит приложение қолында болғанда емес. Бұл жерде табыстың азаюы ғой. Демек, март айында сізде табыс азайса, Каспий банкте де отсрочка ала аласыз, бірақ қазір олар условияларын өзгертіп жатыр. Себебі біз бірнеше обращение жіберген болатынбыз. Егер 2 апрельге дейін төлеп тастайтын болса, онда отсрочка жазудың қажеті қанша ары қарай дегенде. Сондықтан Каспий банкке өтініш жазатындар Каспий кредит приложениесі арқылы жіберетін боласыздар. Приложение іске қосылды, бірақ оларда полностью именно осы өтінішті автоматты түрде, онлайн түрде жіберу туралы пока сол бөлім іске қосылған жоқ. Сол бөлім іске қосылған кезде өзіңіздің жаңа мен жоғарыда айтқан 6 құжаттың бірін тіркеп жібере аласыздар. Айтпақшы, мен жоғарыда больничный лист тіркеуіңізге де болады деп айттым ғой. Бірақ сіз больничный лист болғанда обязательно карантинде жатыр деген больничный лист емес, мүмкін сізге тұмау болып қалды. Мүмкін сізде басқа да, Құдай сақтасын, басқа да бір уақытша бір тез емделетін дертке шалдығып, мүмкін сіз 3 күннен артық ауырдыңыз да өзіңізге больничный лист аштырдыңыз. Осылай аштырған больничный листіңіз бар болса, оны да өзіңіздің табысыңыздың азайғанының дәлелі ретінде жіберуіңізге болады. Осы өтінішке тіркеп. Енді мен ИП-ларға тоқталғым келеді. Қазір кішкене күте тұрыңыздар. Араларында ИП-лар бар, жеке кәсіпкерлер. Жеке кәсіпкерлер өзінің отсрочка алу үшін не істеу керек? Әр банктер әртүрлі құжат сұрап жатыр. Бұл неліктен? Себебі президенттің тапсырмасында көрсетілгендей, малый и средний бизнеске отсрочка беріңіздер, именно тем, у кого ухудшилось положение деді. А что является доказательством ухудшения положения? Яғни ИП-лардың табысының азайғанын растайтын именно қандай құжат керектігі заңда көрсетілген жоқ, жалпы бұл туралы әлі заңда жоқ. Сондықтан жеке кәсіпкерлер қалай дәлелдейсіздер? Заң бойынша сіздің табысыңыздың азайғанын, осы төтенше жағдай бойынша сіздің табысыңыз азайып, сіздің саудаңыз жүрмей жатқанын, күрт өзгергенін қалай дәлелдей аласыздар? Мен мынаны қосайыншы комментарийде, себебі күрт өзгеріп азайып кетті. Даусым естіліп тұр ма? Достар, белгі беріңіздерші, мен даусым естіліп тұр ма, бәрі көрініп тұр ма? Бәрі көрініп тұр ғой, сіздерге? Күрт өзгеріп, бірден 210-нан 170-ге түсіп кетті мен. Онда мен қайта өшіріп қояйын. Қазір кішкене қалды, сұрақтарыңызға жауап беремін. Жеке кәсіпкерлер, мына жерде мен мынаны өзгертпеппін ғой. Мына жаңа менің айтып өткенім дәлелдемелер отсрочка алу үшін бұл жұмыстан босату бұйрығы, приказ без содержания, сокращение штат болған болса, ол приказдың көшірмесін алыңыздар. Жұмыстан босату туралы приказ, немесе больничный лист тіркеуіңізге болады, справка о зарплате тіркеуіңізге болады. Соңғы 6 айда табысыңыз азайып кеткен болса, мына жерге барлығы сыйған жоқ, бірақ скриншот жасап алуларыңызға болады. Осы құжаттардың бірін тіркейсіздер, және бұлардың ішіне справка о зарплате сыймай қалған, соны жазып алыңыздар. Енді ИП-ға өттік. Бұл ИП отсрочка алу үшін қандай дәлелдеме керек? Біріншіден, егер сіз белгілі бір базарда, белгілі бір торговый центрда, сіз арендада отырған болсаңыз, договор аренды болу керек. Және, мысалы, Меганы білесіздер, Мегада мынадай жағдай болды. Ол жердің басшылығы бірден Меганы жабу туралы шешім шығарды. Ол жөнінде, мысалы, сіздің өзіңіздің базарыңызды жауып тастаған болса, демек базардың администрациясынан, арендодательден сіз қағаз аласыз. Белгілі бір сізге олар уведомление жіберу керек. Арендатор осындай күні базар жұмыс істемейді, жұмысқа шықпаңыз, базар жабық болады деп. Сол хатты алып сіз банкке тіркей аласыз. Ол сіздің сол жұмыс істеп отырған объектіңіз, сауда жасап отырған объектіңіздің жабылғандығын білдіреді. Демек, ол жерде
сіздің табысыңыз азайғандығын растайтын құжат болып табылады. Договор аренды және сол арендодательдің, базардың немесе белгілі бір помещение, может сіз торговый центрда емес, белгілі бір офиста отырған боларсыз, сіздің офисті жауып тастаған болар, арендодатель уже есікті кілттеп жауып тастаған болар. Осы жөнінде арендодательден қағаз аласыздар. Осы күні торговый центр немесе помещение, арендаға берілетін помещениеге доступ болмады, жабық болды деген. Осы құжатты тіркесеңіздер, ИП-лар, именно жеке кәсіпкерлер, бұл сіздің табысыңыздың азайғанын растайтын құжат. Демек, отсрочка алу мүмкіндігі бар деген сөз. Мына жерде налоговое, ВОЕ болу керек, мына тұрып, грамматикалық кішкене ашып кетіп қалған, технический назар аудармаңыз сақатты. Налоговое заявление. Егер ИП-лар, сіздер базарда жүріп, белгілі бір осы төтенше жағдайға байланысты, не обязательно базар. Мүмкін сізде сұлулық салоны, мысалы мен құрбымда сұлулық салоны, мысалы тоқтатқан болса, демек сіздер уақытша тоқтаттыңыздар. Сіз налог төлемеу үшін не істейсіз? Налоговое заявление жібересіз. О приостановлении деятельности, яғни сіздің жұмысыңыздың уақытша тоқтатылған туралы налоговое заявление жіберу керек. Ертең сіз салық төлегіңіз келмесе, және де бұл өтінішті жіберетін болсаңыздар, сіздер салық кезет арқылы электронды түрде жібересіздер ғой. Осы өтінішті банкке көрсететін болсаңыздар, бұл сіздің табысыңыздың тоқтағанын, азайғанын растайтын құжат болып табылады. Осы құжатты тіркеуге болады. Немесе сіздің жұмыс істейтін орныңыз мүлдем жабылып қалған болса, осы төтенше жағдайдың салдарынан, онда налоговое заявление бар, о прекращении деятельности деген бар. ИП-ны тіркегендер біледі бұны қалай берілетін. Осы не о приостановлении, не о прекращении заявлениелеріңізді тіркейтін болсаңыздар, ИП-лар, демек сіздерге де отсрочка алуға мүмкіндік бар деген сөз. Арендодательдің шешімі, хаты, бұйрығы бар болса, оны да тіркейсіздер. Бұл енді ИП-лардың керек құжаттары. Енді мен мына жерде көптеген банктер туралы мәліметтер бар. Home Credit банк, Жусан банк, Алтын банк, Форте банк, банк РБК деген сияқты. Бірақ оның барлығын сіздерге бірім деп айтып отырмайын. Ең басты банктердің қойылатын шарттары сізде просрочка болмау. Просрочка именно 18 марттан кейін болмау керек деген шарт бар. 18 марттан. Ал осы алынған кредит, бірден айтамын, менен көпшілігі сұрап жатыр, қазір кредит алуға тиімді ма деп. Қазір үйден шығуға болмайды десе, кредит алуды ойлап жатсыздар. Өкінішке орай. Егер сіз 18 марттан кейін алған болсаңыз кредитті, онда сізге отсрочка берілмейді, бірден айтайын. 18 мартқа дейінгі алынған кредиттер бойынша отсрочка беріледі. Просрочка болмау керек деп айттым. Үшінші, қандай құжаттарды тіркеу керек? Осыған дейін скриншот жасап алдыңыздар ғой, көрсеттім, қандай құжаттар тіркеу. Кез келген сіздің табысыңыздың жойылғанын, табысыңыздың азайғанын, соның күрт өзгергенін, осы төтенше жағдайдың салдарынан сол құжаттарды тіркейсіздер. Одан соң тағы да бір айтайын дегенім, барлық банк 3 айға бермейді. Бірақ біз сіздерге дайындаған телеграм каналда беретін өтініштің үлгісінде біз 3 айға деп жаздық. Сізге отсрочканы 2 айға да беруі мүмкін. Тағы мен сіздерге мысалға Алтын банкты алайықшы. Алтын банк тек қана Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындарына береміз деген шешім шығарып отыр. Бірақ айта кетейін, мүмкін сіз Алматы облысында тұрасыз. Білесіздер, Алматы облысында тұратындардың барлығы қазір Алматы қаласына кіре алмай жүр. Блокпосттардан өткізбейді. Демек сізде жұмысқа кіре алмайсыз деген сөз. Жұмысқа бара алмайсыз, табыс жоқ деген сөз. Осындай жағдайда егер кез келген сізде осы төтенше жағдай сіздің жағдайыңызды қандай да бір дәрежеде төмендеткен болса, онда міндетті түрде өтініш жазыңыздар. Мейлі сіз Шымкентте тұрасыз, мүмкін сіз Алматы облысында тұрасыз. Кез келген банкке сіздер электронды түрде жібересіздер. Көптеген банктер электронды поштасына қабылдап жатыр, және приложение арқылы. Приложение дегеніміз кәдімгі Каспи кезет сияқты дайын приложение. Оларды мен сіздерге телеграм каналға жіберемін. ИП-ны айттым. Жилстрой Сбербанк пен Киктен Байтерек девелопментінен алған кредитте ипотека бойынша айта кетейін. Жаңа жоғарыда айтып өткендей, баспана кит 7-20-25 пока сіздерде отсрочка туралы шешім шығарып жатқан жоқ, отсрочка туралы олар әлі хабар берген жоқ. Мысалы банк Сбербанк, егер сіз Сбербанктен 7-20-25 арқылы алған болсаңыз, олар бермейміз деп жатыр. Себебі ол жерде субсидиарный ответственность, мемлекеттің тарапынан ешқандай өтініш болған жоқ, сол үшін бермейміз деп жатыр олар. Ал енді Жилстрой Сбербанкте, Казахстанский ипотечный компания бойынша, Нұрлы жер, тағы да басқа госпрограммалар бойынша алғандар именно Жилстрой мен Кик арқылы. Сіздерде отсрочка бар, 3 айға дейін беріледі. Апрель,
май июнь айларына беріледі, маусым айына, иә. Мүмкін сізде ипотека болар, немесе аренда болуы мүмкін, немесе купли-продаж, немесе рассрочка болуы мүмкін. Қазақстанский ипотечный компанияның кейбір договорлары рассрочка ғой, 5%. Осылар бойынша осы екеуі Жилстрой Сбербанк пен Кик 3 айға отсрочка береді, және пеня штраф қосылмайды, сіздің графигіңіз алға жылжиды. Қазір мен достар сіздерге басты мәліметтерді айтып өттім. Енді мен сіздерге айтарым, қазір мен программаны бір қарайын. Достар, маңызды айтатын тағы бір мәлімет. Қазір мейлің коронавирусын ЧП мен кетуі мүмкін. Ертең ЧП аяқталған кезде қазір барлық отсрочка береміз деп президенттің енді ұсынысы бойынша барлық банктер үндеу жасап жатыр, беруіміз мүмкін деп. Бірақ біз заңгерлерміз, яғни мен заңгермін. Біз тек қана құжатқа сенеміз. Жаңа айтып өткенбей, сіз банкке өтініш жазуыңыз керек міндетті түрде. Оның үстіне өтініш жазып, маған точно отсрочка берді деп үндемей отыра бермей, банктың сізге отсрочка беру туралы шешімін алыңыздар. Ертең барлығы 3-4 айдан кейін ала берсе, мүмкін 2 ай, мүмкін 1 айдан кейін тынышталған кезде сізге банк, сіздің қолыңызда ешқандай шешім жоқ болса, сізге отсрочка бергенін ешқандай дәлелдей алмайтын боласыздар. Яғни, кез келген банктың кредитный комитеті, жалпы отсрочка қалай жүзеге асырылады, осыны тоқталайыншы. Банкте кредитный комитет бар, сіздің уже договорыңыз бар. Енді сізден мындан өтініш келді, кредитный комитеттегі адамдар тексереді, сізге отсрочка беру керек па, жоқ па. Егер беру керек деп тапса, міндетті түрде барлық банкте, барлық несие беруші мекемелерде кредитный комитет өзінің шешімін шығарады. Ол кәдімгі қағаз жүзінде болатын шешім. Әрбір заемщик бойынша шешім шығарылады отсрочкаға. Ойламаңыздар, банктер бүкіл барлықтарыңыздың списогіңізді алып отсрочка бере салады деп. Олай емес. Оның барлығы жеке-жеке қарастырылады, және банк шешім шығарады. Сіздерге маңыздысы сол шешімді алу. Бұл жерде алу үшін міндетті түрде банктың отделениесіне бармаңыздар, үйден шығуға ешкімді үгіттемеймін. Мысалы, Сбербанк айтып жатыр, біз өтінішіңізді алған соң 10 күн ішінде сізге SMS жібереміз деп. SMS-тен бөлек электронды пошта арқылы осы отсрочканың шешімін алуға тырысыңыздар. Хоть Каспий банк болсын, немесе хоть басқа банк болсын. Сол сізге шешім, егер сізге приложение арқылы келетін болса, мысалы Каспий кезет приложение арқылы сізге отсрочка берілді деген мәлімдеме келетін болса, скриншоттап алыңыздар. Себебі ертең барлығы тынышталған кезде, вдруг енді білмейміз ғой, банктердің барлығы негізінде кризис келіп жатыр, дүниежүзілік, үшінші емес, енді жалпы осы кезекті кризис келе жатыр қазір. Кризистерде именно банктер жабылып қалады. Сондықтан банктер қазір мүмкін жағдайыңызға қарап отсрочка беруі мүмкін, бірақ ертең банктың жағдайы қатты күрт төмендеп кеткен кезде олар банкрот болмауы үшін ол шешімдерін өзгертіп те жіберуі мүмкін. Мен оны жоққа шығармаймын. Себебі әркім выживать етуге тырысады ғой. Мысалы, сізді Құдай сақтасын, жаңағыдай, мысалы 5 адам суға кетіп бара жатса, кәдімгідей, если тонут, да, ол 5 адам бар, бір-бірін құтқаруға тырыспайды, бірінші адам өзі жағаға шығуға тырысады ғой, жүзіп шығуға тырысады, себебі ол өзі өліп қалмау үшін. Сол сияқты бұл жерде бизнесте де солай. Ертең сіздердің барлықтарыңызға отсрочка беріп, банк өзі кризисте жабылып қалғысы келмейді. Естеріңде болса, осыған дейінгі болған кризистерде именно бірінші болып жабылатын мекемелер ол банк болып табылады. Ал банктерде қазір тек қана коронавирус қана емес, қазір мировой кризис басталып жатыр. Сондықтан олар керісінше өздерінің стабильностін сақтап қалу керек. Ал сіздерге отсрочка берген сайын банктың пайдасы төмендейді, сондықтан оған невыгодно. Бірақ енді біз банк емеспіз, біз банктың тарабын ойламаймыз, бірақ біз осы рискті, тәуекелді бағалай білуіміз керек. Біз алдын ала анализ жасауымыз керек. Қазір тек қана өтініш жасап, маған 100% отсрочка берді деп отырмаңыздар. Отсрочка беру туралы шешімді электронды пошта арқылы, WhatsApp арқылы, немесе басқа да приложение арқылы, басқа да байланыс құралдарымен алып, суретке түсіріп алуға тырысыңыздар. Ал егерде кейбір қалаларда мүмкін кейбіреулердің мүмкіндігі бар болар, банктың отделениесі баруға. Сондай мүмкіндік бар болса, онда қағаз жүзінде көшірмесін алуға тырысыңыздар. Себебі бұл сіздің точно 3 айға точно төлемеуге болады дегеннің дәлелі болып табылады. Енді тағы бір мен сізге айтарым. Дополнительное соглашение.
Жалпы отсрочка деген жаңа қысқа түсіндіріп кеттім ғой. Отсрочка сізде договор займа бар. Сіз қазір график бар, бір жылға төлем жасау керек дейік. Мысал түрінде алайық. Бір жыл 12 айға төлеу керек. Сіз енді 3 айға отсрочка беретін болса, плюс ол 12 айға емес 15 айға болып ұзару керек. Демек договор меняется. Гражданский кодексте статья бар, изменение, расторжение, прекращение договора деген бар. Яғни келісім шартқа өзгеріс енгізіледі. Өзгеріс қалай енгізіледі? Жазбаша түрде енгізіледі. Мұның барлығы қазір суетамен электронды түрде шум болып жатыр, точно береді, отсрочка береді деген. Бірақ сіздің қолыңызда дополнительное соглашение болу керек. Біріншіден отсрочка туралы шешім болу керек, екіншіден дополнительное соглашение. Және сол дополнительное соглашениеде сізде өзгертілген үшінші құжат график болу керек. Жазып алыңыздар. Отсрочканың шешімі, дополнительное соглашение және график, өзгертілген график. Өзгертілген графиктің қашан төмен жағында кәдімгі банктың қызметкерінің қолы болып сіздің қолыңызға тиген кезде, сіз сол кезде біле аласыз, сізде точно отсрочка болғанын. Сол дәлелі болып табылады сізде. Ертең черный спискта жатпайсыз, ар жақта 3 ай просрочкаға кетті деген. Сол сияқты ертең банк бәрін өзгертіп, жоқ, сен тезірек төлеуің керек, сізге оказывается мы ошиблись дейтіндер бар. Білесіздер ма? Естіген кейде болады ғой, менеджер сізге банктың басқа бір нәрсені хабарлайды, одан кейін қоңырау шалып, оказывается наш менеджер ошибся, извините, пожалуйста, вам отсрочка не была предоставлена, это была ошибка деуі мүмкін. Солай болмау үшін мүмкіндігінше сіздер дополнительное соглашениемен жаңа графикті қолдарыңызға алыңыздар. Сонда ғана сізге отсрочка берілгеніне көз жеткізе аласыздар. Қазір мен программаны тағы бір көріп шығайын. Осы орайда мен сіздерге бес содержание туралы айтайын. Енді бұл тақырып негізі бізде 27 наурыз күні менде тағы бір тегін сабақ болады. Жұмысшы құқығы деген. Дәл осы төтенше жағдайға байланысты мен марафон антивирус деген бізде 7 күндік марафон болып жатыр. Қаласаңыздар қатысуларыңызға болады. Ол жерде менен өзге тағы да 6 спикер, барлығымыз 7 спикер сіздерге 7 күн бойы тегін сабақтары өтеміз. 27 наурыз күні болады. Ол жөнінде сол жерде мен толығырақ жұмысшының құқығы жөнінде 5 содержание туралы сол жерде толығырақ тоқталамын. Бірақ мынадай сіздерге жағдай бар. Егер сіздерге қазір 5 содержание береміз деп жатқан болса, енді сіздер ертең 26 март күні жұмысқа шығасыздар. Менің сабағым 27 март болады. Пока ертең осы сұрақ сіздерге туындап қалуы мүмкін, сол жағдайларыңызға қарап алдын ала айтып жатырмын. Егер ертең жұмысқа шығып жатсаңыздар, егер жұмыс беруші сізге мысалы әсіресе Нұр-Сұлтан, Шымкент, әлгі вирус пайда болған қалаларда карантин енгізіп жатыр ғой. Алматы қалаларында, егер сіздерге жұмыс беруші 5 содержаниеге кету туралы ұсыныс жіберсе, сіз оған келісуге міндетті емессіз. Яғни келіспеуіңізге де болады. Бірақ сіз келісетін болсаңыз, ол жағын өздеріңіз анализ жасаңыздар. Сіздің мысалы бірнеше кредитіңіз бар болса, и плюс сізде приказ о 5 содержании болса, онда высока вероятность сізге отсрочка береді деген сөз. Яғни бұл приказ болса. Оның үстіне білесіздер, именно кімді 5 содержаниеге жіберді, осы қалалардың, әсіресе Алматы мен Астананың тұрғындарына 42.500 теңгеден беріледі деді. Яғни сіз 5 содержаниеге кеткен кезде сіздің табысыңыз жоқ болады ғой. 5 содержание дегеніміз аты айтып тұрғандай ақысыз демалыс. Яғни жұмыс беруші сізге 15 апрельге дейін 5 содержание жіберетін болса, сізді оған жалақы төлемейді 15 апрельге дейін. Естественно, сіз әлгінде 5 содержание туралы приказды алып, кредит бойынша отсрочка алу мүмкіндігі бар, және енді 42.500 теңгеден беріледі деді. Сол 42.500 теңгені алу мүмкіндігі бар. Ал үшінші енді плюсовой ең жақсы жағы бұл сіздің денсаулығыңызға қауіпсіз деп есептеймін. Жалпы қазір егер мүмкіндік бар болса, мен түсінемін, қазір енді бірден жабылып кетудің қажеті жоқ. Біз үйде отырсақ, мен кредитімдігін төлейді деп. Алайда Құдай сақтасын, сіз ертең коронавирусқа шалдығып 14 күн карантинге кетіп, ары қарай Құдай сақтасын, барса келмеске кетіп жатсаңыз, сіздің кредитіңіз тұрмақ, бала шағаңызды кім бағады? Сондықтан сіздер ересек адамдарсыздар, өздеріңіз анализ жасаңыздар. Сіздің жалақыңыз примерно 70 мың болса, немесе бір 100 мың болса, мүмкін сізге
работодательмен келісіп без содержаниеге кеткен жөн. Сіз бұйыртса болашақта жаңа 42.500 теңгені аласыз, и плюс сізде приказ болса, именно қағаз жүзінде приказыңыз бар болса, онда сіз кредиттен отсрочка аласыз. 1-3 айға алуыңыз мүмкін. Именно приказ о без содержания барлардың барлығына отсрочка беріледі деді. Негізінде менің сіздерге айтатын басты мәліметтерім осы отсрочка жөнінде. Сіздер білесіздер, отсрочка деген менің осы тиімді несие деген 3 апталық сабағым бар. Сол 3 апталық сабақта мен негізі несиенің тиімдісін алуды үйретемін. 1 миллион алғанда қалай біз 800 мың, 1 миллион қосып төлемей, қалай біз 400 мың, 500 мың теңге переплата аз жасай аламыз. Сонымен қатар қалай выгодно рефинансирование жасай аламыз. Қазіргі жағдайда кредит алған жөн ба, жоқ па. Сонымен қатар черный списокқа кірмей, қаржылық тапшылық болған кезде, мысалы төтенше жағдай емес, басқа да жағдайлар болады ғой, қаржылық тапшылық, иә. Сондай жағдайда черный списокқа кірмей, қалай біз кредитный историяны таза күйінде, жақсы күйінде сақтап қалып, кредитті төлей аламыз. Не істеу керек ол үшін? Осының барлығын мен өзінің тиімді несие деп аталатын 3 апталық сабағымда өтемін. Ол сабақ 1 апрельде басталады. Негізі осы отсрочка деген сабағым сол 3 апталық сабағымның бір сабағы. Ол жерде 10 сабақ бар. Яғни бұл мен сабағымның бір ғана бөлшегі деуге болады ғой, 10-нан 1 бөлігі, себебі сабақ өзі 10 сабақтан тұрады. Алайда қазіргі төтенше жағдайға байланысты осы отсрочка сабағын мен сіздерге бөлек тегін беріп отырмын. Егер сіздер осы несиеге байланысты өздеріңіздің сауаттарыңызды тағы да тереңдетіп ашамын десеңіздер, сонымен қатар 1 миллион теңге кредит алған кезде переплата 1 миллион 200 мың теңге переплата жасайтындар бар, 800 мың теңге переплата жасайтындар бар. Біз осылай көп переплата жасамай, аз переплата жасаймыз. 400 мың теңге переплата жасаудың жолдарын білгілеріңіз келсе, осы сабаққа тіркеліп қоюларыңызға болады. Негізі сабаққа қабылдау бізде уже почти аяқталып жатыр. Соңғы бір 30 адамға ғана сабақта орын бар. Сабақ 3 апта бойы жүреді. Тиімді несие деген. Сабақтар 25 күн бойы сақталады. 1 апрель мен 25 апрельдің арасында сақталады. Және ол жерде сұрақ жауап мүмкіндігі бар. Яғни ол жерде мен жабық группада тікелей эфирге шығып, сұрақтарға, именно сабаққа қатысушылардың сұрақтарына жауап беретін боламын. Ол сабаққа қазір менің көмекшімнің мәліметі бойынша 30 ғана адамға орын бар. Себебі бізде уже группа толады. Ол жерде сұрақ жауапқа мен жауап беріп үлгеру үшін біз тек қана қазір 30 адамды қабылдай аламыз. Сабақ 3 апта бойы жүреді, сабақтар сақталады. 10 сабақ бар. Мына сіздерге беріп отырған сабағым ол оның бір ғана бөлігі. Бұдан бөлек әлі 9 осы банктердің сырларын білуге болатын мүмкіндіктер бар. Ол жерде айтылатын сабақтарды, айтылатын сырларды бірде-бір банктың менеджері сізге айтпайды. Мен үнемі айтам, банктың менеджері сіздің жаңағы нағашы атаңыз емес. Нағашыларымыздың үйіне барғанда бізді кәдімгідей еркелетіп отырады ғой, жиен деп. Банкке барғанда олай емес. Неліктен? Себебі банкте отырған менеджер зарплатаны кімнен алады? Банктен алады. Демек, ол кімнің жағдайын ойлайды? Банктың жағдайын ойлайды. Егер банк байыса, менеджер премия алады, менеджер бонус алады деген сөз. Неліктен ол сізге банктың секретін айту керек. Ол әрине банктың тиімді жағын жасап береді, ал сізге сіздің өзіңізге не тиімді екен, сіз осындай курстарға қатысып үйрене аласыз. Курстың бағасы негізінде 15 мың теңге. Қазіргі қабылдау, жеңілдікпен қабылдаймыз дегеннің өзінде бізде уже бұл курс бағасы негізі 15 мыңнан, қазір бізде 7700 теңгеден қабылданып жатыр. Бұл курсқа 30 адамға ғана соңғы орын бар. Бірақ именно осы курсқа, егер сіздер кредитный каникул деген промокодты айтатын болсаңыздар, бұл промокод тек қана осы тікелей эфирге қазір қатысып отырған, осы 200-ден астам қазір адамдар қатысып отыр. Сол 200-ден астам адамға қана, соның ішінде 30 адамға ғана жеңілдікпен 6600 теңгемен жазуға болады. Тек қана 30 адамға ғана орын бар, бірден айта кетейін. И обязательно, егер сіз жеңілдікпен жазылғыңыз келсе, онда сіз кредитке каникул деген промокодты айтасыздар. Осы промокод арқылы төменде WhatsApp-қа жазсаңыздар, менің менеджерім сізге жеңілдікпен 6600 теңгемен сізді тіркейтін болады. Енді сабақ сіздерге түсінікті болды деп үміттенемін. Ал қазір түсініксіз жерлер болса, мен сіздерге сұрақ жауап бөліміне шығамын. Кешіріңіздер, менің уақытым аяқталып жатыр екен. Мен қазір бұл эфирді сақтап қоямын және екінші эфирге қосыламыз. Сол жерде мен сіздерге өтінішті көрсетемін, телеграмда берілетін өтінішті. Және ары қарай уже бірден 5 минут өтінішті түсіндіремін де ары қарай сұрақ жауапқа көшетін боламыз. Мына скриншотта сақтап алыңыздар. Осы WhatsApp-қа менеджерге жазу керек. Тек қана WhatsApp-қа жазу керек, звонокқа жауап беруге үлгермейді. Себебі жазылам деген адамдар өте көп. Және скидка 6600 теңгеден тек қана осы тікелей эфирде қатысқандарға ғана. И обязательно промокод айту керек, кредитке каникул деп.